Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сіздермен бірге мен Ботагөз Мұратқызы және де Абай жастар ресурстық орталығының директоры Айдос Абылғазыұлы. Қош көрдік. Қош көрдік. Сапа жобасының алғашқы шығарылымында сізбен қауышқанымызға бек қуаныштымыз. Бүгінгі санда Абай жастар ресурстық орталығының жұмысы туралы, ниет санаты, сондай-ақ 2025 жылға жоспарлар туралы толығырақ айтуға тырысамыз. Енді сұрақтарымызға көшпес бұрын, яғни 2025 жылға аттамас бұрын, 2024 жылы сіздерде орталықта қандай ірі жоспарлар, шаралар өткізілді және де жыл қорытындысы бойынша не айта аласыз? Рахмет, Ботагөз ханым. Ең алдымен студияға қош келдік. 2025 жылды әдемі жақсы форматпен әлеуметтік желіге арнап жатқанымыз үшін қуанамыз. Осындай жобаларымыз көп болса екен дейміз. Әрине 2024 жылы жастар ресурстық орталық қандай жұмыс атқарды, қысқаша ақпарат бере кетейін. Біздің жалпы жастар ресурстық орталықтарында өңірде 140-қа жуық маман жұмыс атқарады, аудандарда, қалада және облыс орталығында. Барлығының атқарып жатқан жұмысы бір деп ойлаймыз. Енді ол жастардың мемлекеттік өңірдегі мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру, яғни мемлекеттік жастар саясатына қатысты барлық ақпаратты дер кезінде уақытында өңір жастарына жеткізу, сондай жұмыстармен айналысқан болатынбыз. Оның ішінде ниет санатындағы жастар бар, оның ішінде жаңағы жұмыссыз жастарды жұмысқа тұрғызу, оның ішінде басқа да жастарға, студент жастарға, одан кейін жұмыс істейтін жастарымызға түрлі бағыттағы шараларды өткізу. Соны біз енді 2024 жылы жоспарға сәйкес 100%-ға толығымен орындап шықтық. Бірақ десе де әттеген-ай деген тұстарымыз болды. Ол әрине біздің облыс тұрғындарының 25%-ын жастар құрайды. Ол яғни 150 мыңнан аса жасымыз бар, 35 жасқа дейін. Енді тұжырымдамаға сәйкес түрлі бағытта шаралар өткіздік. Оның енді мәдени бағытына тоқталатын болсақ, дәстүрлі түрде жылда өткізетін біздің аудандарымыз жақсы жиі күтетін ол ұлттық ғашықтар күніне орай ұйымдастырылатын, тек біздің облыста қателеспесем өткізіледі, Қозы-Көрпеш Баян сұлу байқауы. Одан кейін енді біз Абай облысының өңірі болғандықтан, біздің ғұламалардың өңірі болғандықтан осы ұлттық құндылыққа басымдықты берген болатынбыз. Тағы да бір дәстүрлі шараларымыздың бірі ол аяулы жас келін жылда дәстүрлі түрде өтеді. Яғни біздің қазақы келіндердің салт дәстүрді білуі, кейінгі жас біздің буындарымызға, қарындастарымызға соны көрсете білу, бұл үлкен байқаулардың бірі. Одан кейін тағы да студент жастарға арналған үлкен студенттердің жылда күтетін байқауы ол студенттік көктем байқауы. Одан кейін Students Life жобасын өткіздік. Былтырғы жылы алғаш рет өткіздік мобилографтардың байқауын, одан кейін видеографтардың, одан кейін біздегі копирайтер, жазушы, соған қызығатын студент жастардың шарасын өткізген болатынбыз. Одан кейін тағы да бір үлкен біздің бағыт, яғни ата-аналардың қаншама жастың алғысын алатын үлкен жобалардың бірі ол мемлекеттік деңгейде қолдау табатын Жасыл ел бағдарламасы. Жасыл ел бағдарламасы біздің елімізде жалпы атқарылып келе жатқанына 20 жылдан аса уақыт өтті. Яғни біз Абай облысында былтырғы жылы 1000 жасты жұмыспен қамтимыз деген болатынбыз, яғни квотаны толық 100% орындап шықтық. Енді бізге осы жобаға барлық ауданның, қаланың жастары белсенді қатысып, яғни Таза Қазақстан акциясындағы біздің жоғары белсенділігімізді осы жастармен бірге алып шықтық десем артық айтпаймын. Енді сол секілді түрлі бағытта басқа да жұмыстар көп атқарылды. Дегенмен біз өтпей қалған дүниелерді биылғы жылы 2025 жылы пысықтап, жоспарымызға қайта енгізіп, қайта мемлекеттік жастар саясатын өңірде биыл жалғастырамыз деген жақсы тың жобалармен жалғастырамыз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. 2025 жылы елімізде бір қатар атаулы күндер бар. Осы орайда жастар орталығында қандай жобаларды немесе іс-шараларды ұсынасыздар? Әрине, былтырғы жылы президент те биылғы жылы өзінің сөзінде ана тілі газетіне берген сұхбатында да айтып өтті. Біз елдің болашағы жастар, қай кездесуге бармаса да жастар туралы айтып өтетініміз білеміз. Сондықтан да бізге артылған сенімнің жоғары екенін білгендіктен, енді биылғы жылы өзіңіз білетіндей Абай Құнанбайұлының 180 жылдығы болады. Одан кейін атаулы даталардың ішінде жаңағы Ұлы Отан соғысының, яғни ұлы жеңіске 80 жыл болады. Одан кейін Конституциямызға 30 жыл болады дегендей, сол шараларға байланысты. Одан кейін тағы да президентіміз берген сұхбатында
нығыздап тұрып атап өтті, яғни биылғы жылды еңбек адамының жылы деп атап берген болатын. Сол бағытта да бірнеше жобаларды ұсынамыз. Енді соның бірі биылғы жылы облыстық деңгейде еңбекші жастар форумын өткізбек. Біз яғни еңбекші жастар форумы біздегі өңірдегі зауыттарда, жалпы сол салада қызмет атқаратын жастардың арасында ол спорттық бағыт болсын, мәдени бағыт болсын, одан кейін ішінде жеңімпаздарымызды, яғни өз саласының үздіктерін марапаттап, осындай үлкен форумды өткізетін боламыз. Басқа да спорттық шаралар жыл көлемінде өтеді. Одан кейін жаңағы айтып өткен атаулы даталарға биылғы жылы Абай Құнанбайұлының 180 жылдығына қарсы бірнеше ауқымды шаралар бар. Соның бірі, яғни жылда дәстүрлі өтетін ол аяулы жас келін байқауы. Одан кейін биылғы жылы республикалық деңгейде дебат өткізу жоспарлап отырмыз. Абай кап турнирі дәстүрлі түрде өтетін 10-та Абай ауданында 180 жылдыққа арнайылап өткізетін боламыз. Жақсы, рахмет. Жаңа өзіңіздің сөзіңіз айтып кеттіңіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп белгіледі. Өңірімізде еңбек жұмысшыларының қоғамдағы мәртебесін арттыру мақсатында қандай жұмыстар атқарылатын болады? Енді жаңа айтып өткендей еңбекші жастар форумы болады. Одан кейін арнайлап тұрып біздің жас мамандарымыз аудандарда, қалаларда сол ірі кәсіпорындардың ішіне кіріп, яғни жас мамандармен сұхбаттарын алып, осындай форматта, яғни әлеуметтік желіге сол кісілердің жұмысын көрсету арқылы осындай түсірілімдер арнайы жасайтын болады. Ол біздің үлкен бағыттардың бірі болады. Және де сол азаматтардың, яғни түсіру арқылы, сол азаматтарды көрсету арқылы біз дәл қазіргі, яғни колледжде оқитын, жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің дәл сол мамандықтарға қызығушылығын арттыратын боламыз. Жақсы, рахмет. Өңірдегі НИИТ санатындағы жастардың қатарын азайту мақсатында қандай шаралар ұйымдастырылуда? Енді НИИТ санатындағы жастар тек қана біздің өңірдегі проблемалық сұрақ емес, ол республика көлемінде атқарылып жатқан үлкен жұмыстарымыздың бірі. Бұл жұмыстың не басы, не аяғы көрінбейді, бірақ десе де біздің бөлімнің жалпы осы орталықтың қызметкерлері, аудандардағы қызметкерлеріміз жұмысты жалғастырады. Яғни бұл жұмыстың ең бірінші бағыты жұмыссыз жасқа, НИИТ санатындағы дегеніміз ол жұмыссыз жас қой, жұмыссыз жасқа жұмыс табуға көмектесу, оны оңтайлы жобаларға қатысу, одан кейін мемлекет тарапынан беріліп жатқан, яғни қайтарымсыз гранттарға қатыстыру, сондай гранттар туралы ақпараттарды беру, одан кейін біз айтамыз көп жерде адамды орта құрайды дейміз, орта. Яғни бұл жастарды сондай ортаға тарту мақсатында, яғни қоғамдағы белсенді жастардың ортасына қосып, солармен бірге түрлі бағыттағы шараларды өткізуге, семинар тренингтарға қатыстырып, яғни оның ортасын өзгерту арқылы болашаққа деген көзқарасын өзгертіп, сөйтіп жұмысқа тарту мақсатында да бірқатар жұмыстар атқарылады. Дегенмен де қайтадан айтып өтейін, әлеуметтік желінің жалпы мына смартфонның дамыған заман ғой қазір. Соның өзінде де әлеуметтік желі арқылы, яғни WhatsApp-тағы чат арқылы үлкен чаттар ашып, сол чаттарға жұмыссыз жастардың нөмірлері арқылы тіркеп, яғни ваканттық орындарды сол газетке не болмаса басқа жаққа шығарғаннан гөрі осы тиімді деп біздің әріптестеріміз әрбір өңірде осындай жұмыстарды атқарып жатыр. Яғни жұмыссыз жастарды тіркеп қойып, біздің қосымша жұмыспен қамту дейміз, Мансап орталығымен бірлесе отырып, осындай ауқымды жұмыстарды атқарып, яғни НИИТ санатындағы жастардың санын азайтуға үлкен мүмкіндік алады деп ойлаймын. Енді іс-шара ұйымдастырған кезде өңірдегі жастардың қанша пайызы қамтылады деген ойдасыз? Ол нақты бір цифрасы бар ма? Әрине қазір барлығы қамтылады десем, не болмаса жартысы қамтылады десем өтірік айтып қоямын. Себебі қай өңірде болмасын әріптестерімізден барлығы енді қазір осы мемлекеттік қызметте жүрген, яғни мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асырып жүрген әріптес достарымыз менің сөзімді құптайды деп ойлаймын. Барлық жасты қамту мүмкін емес. Әрине. Қандай шара өткізсең де бір жасқа мысалы үшін мәдени бағыттағы шараға қатысатын, яғни егер де біздің былай проценттік қарайтын болсақ, 30 мың адам болатын болса, яғни оның ішінде 10 мың адамы ғана, яғни мәдени шараларға қатысу мүмкін, қалғаны спорт, не болмаса басқа. Яғни барлық 100% біз жастарды қамти алмайтынымыз белгілі. Десе де біз өз тарапымыздан спорттық, оларға бірінші сауалнама жүргізу арқылы қандай шара өткізгенімізді қалайсыз, қандай шаралар біздің өңірімізде болсын деген секілді ұсыныстарды бірінші алып аламыз, әлеуметтік желіге жариялаймыз. Сол арқылы біз яғни сұраныс арқылы шараларды
шаралардың жоспарын дайындап ұсынамыз, бірақ та біреудің жұмысына байланысты, біреудің басқа да жеке мәселелеріне байланысты көп адамдар шараға қатыса алмай қалуы да мүмкін. Сондықтан да бізге сол жастардың ішінде 30%-ын қамтысақ, 30%-ын, осының өзі бізге жұмыс деп ойлаймын, жақсы бір нәтиже деп ойлаймын. Айтады ғой, 100 адам отырған жерде бір адам соны толығымен ұғып алатын болса, оның өзі жетістік дейді ұстаздар. Сол секілді біздің де атқарып жатқан жұмысымыздың ішінде 30%-ын мемлекеттік жастар саясатын жаңағы тәуелсіздік ұрпақтары дейміз, жас прожект дейміз, одан да басқа 2,5%-бен берілетін жеңілдетілген несие бар, соған қатысып жатқан жастар, соны қайтарымсыз гранттарды алып, өздерінің кәсіптерін домалатып жатқан жастар болатын болса, сондай нәтиже беріп жатқан жастарды біз көріп қуанамыз, себебі ол біздің жұмысымыздың жемісі. Сондықтан да біз бұл жерде бір ғана дүние айту керек деп ойлаймын, әркім өзінен бастау керек. Біздің айтарымыз біреу, бірақ оны қабылдайтын, қабылдағысы келетін, не болмаса қабылдамайтын жастар көп. Сондықтан да өзіне керек ақпаратты дұрысынан пайдаланып, сол жағынан біздің шараларға қатысып белсенді болып жүретін жастар, ол өзінің түпкі ойында мақсаты бар, арманы бар, сол арманға, мақсатқа жету жолында еңбектеніп, яғни әрекетке, берекет дейді ғой, әрекет етіп жүрген азаматтар мен азаматшылар деп ойлаймын. Енді қазіргі таңда жастар тек мотивация ғана іздеп, ой, мен мотивациям жоқ, мен жұмыс істегім келмейді деп қана қалған, көбінесе солайынан болып жүр ғой. Ал енді бүгінгі сұхбатымыздың соңында сіз жастарға қандай мотивациялық кеңес бере аласыз? Енді қандай кеңес беруге болады? Ең бірінші, әр адам өзінің ішінде жүрген, адам болғаннан кейін біз көп нәрсені ойлаймыз, адам болғаннан кейін мақсат қоямыз, адам болғаннан кейін ақыл есі түзу адам, ол болашаққа деген жоспар құрады. Мысал үшін студенттік кезде жүріп, қоғамда белсенді болып жүрген жастар, ол міндетті түрде бір жерден шығатыны белгілі, өйткені қоғамдық жұмыс арқылы өзіңнің тек қана алған біліміңді емес, жан-жақты жетілуге, былайша айтқан кезде толық адам болып қалыптасуға мүмкіндік жол ашылады ғой. Сол секілді мен енді айтатын едім, құрметті жас достар, бұл жерде бітіріп жатқан студенттерге ең бірінші сіздің жүрегіңіз нені қалайды, сонымен айналысу керек. Мамандық деген аты ғана деп ойлаймын. Өз басым дене тәрбиесі пәнінің негізі мұғаліммін, бірақ қоғамдағы белсенділік, өзімнің алған орта мені қазір мемлекеттік қызметке, яғни дәл осы мемлекеттік жастар саясатын алып келген болатын. Сол секілді алда не күтіп тұрғанын ешқайсымыз білмейміз, бірақ армандай білу керек, мақсат қоя білу керек, сол мақсатқа жету жолында еңбектену керек деп ойлаймын. Сонда барлық болады. Жақсы, рахмет. Алтын уақытыңызды арнап, бізге бүгінгі сүбелі сұхбат бергеніңізге сізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Сіздің ұжымыңызға және де сізге шығармашылық шабыт тілейміз. Көп рахмет. Шақырғандарыңызға рахмет. Қадірменді көрермен, бүгінгі сұхбатымыз өз кезегіне жетті. Амандықта кездескенше.